Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз үй жағдайында тюль тігуді үйренеміз. Тюльге лента тігуді. Біздің клиентіміз осындай тюль алып келді бізге. Так, мынау етек жағы. Астың жағы осындай домалақ болады. Бұл жағын кеспейміз. Клиентіміздің сұрау бойынша 5 метр тюльді екіге бөліп, оның биіктігін 2/40 қылып тігу. Мінекей мынандай метражбен 2/40-ты алдық. Тура бұл тюльдің тігудің оңайлығы, кесудің оңайлығы мына жерде өзінің линиялары белгіленіп тұр. Бір жерін тура белгілеп алсаңыз жеткілікті. Мен 2/40 қылдым. 2/44 қылдым. 4 сантиметрді лентаның астына қайырамыз. 3 сантиметр алса болады. Мен 4 сантиметр алдым. Міне 2/40 мына жерден болса, 4 сантиметріміз мына жерден. Міне осындай линияның бойымен кесе бересің. Ал сіздерге басынан және соңынан и ортасынан белгілеп алу керек. Соны 3 белгіленген нүктелерді сызғышпен сызып отырып, түзулеп кесіп алсаңыз болады. Келесі істейтініміз ол бірінші екі жанын тігіп аламыз. Екі жанын қайырып тігеміз. Екі жанын бір жарымнан алып қайырып тіксеңіз болады. Міне бірлес былай қайырамыз. Бірлес былай қайырамыз. Тағы былай қайырамыз. Содан кейін мынаның шетімен отырып тіге отырамыз. Екі жағын бірінші тігеміз, содан кейін барып үстіне лента тігеміз. Так, мінекей. Қазір біз тюльді тігудің алдында бірінші соңынан бастаймыз. Мына жер өзі қатты болады, ішінде қатты темірі болады. Қазір мен телефон дұрыстап қойып аламын. Мына темірді алуымыз керек. Мына жерден ол шығу керек. Мынаны клиенттер мынаны кішкене башағын кесіп аласыздар. Өйткені қазір темір ол тіккен кезде сіздерге мешать етеді. Мына жағын кішкене кесіп тастаймыз. Былай тартқанда міне мына жер босып тұр. Қазір былай бір қайырамыз, екі қайырамыз. Мінекей қыздар. Так, анық көрінді ме? Міне бір жарым қайырғанымыз арт жақтан қарағанда. Аккуратный болып әдемі болады. Мынаны тура шетінен тігесіздер, 1 миллиметр қалтырып. Мынандай барлық жаман нәрсені бәрін ішіне кіргізіп қайырамыз. Bir жарым қылып. Машинканың астынан. Содан кейін көрдіңіз, ана линиямен бірдей кету керек. Ровно ұстап тұрмасаңыз, мына соңына келген кезде мына үстіңгі қайырып жатқан матаңыз жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан мына соңғысында бүйтіп қайырып аласыз. Инемен түйреп алсаңыз болады. Болмаса бәрін толықтай қолыңызбен бірінші көктеп шықсаңыз болады. Бірінші істеп жатқан болсаңыз, қолмен көктеп шығып тіккеніңіз дұрыс болар. Көктеп аласыз. Кейіннен қорықпай, асықпай уже машинкаға салып тіге бересіз.
қолмен көктеп алып тігіп үйренген дұрыс. Мінекей біз соңына жеттік. Міне көрдіңіз ба? Ана жақта мына линияларды бір-біріне теңестіру арқылы бізде соңында ұшы бір-біріне тең келді. Болмаса, мына машинканың барлығы астын тартады. Арғай тартып отырады да, үстіңгі жағы көбірек қалып қояды. Сол шынан түйреп отырған дұрыс. Немесе қолмен көктеп алған дұрыс. Қазір бізде мынау үстіңгі жағы көбірек, астыңғы жағы азырақ болып қалар еді. Теңестіріп отырмасақ. Бір жарым қылып жасадық. Бұндай шеттерін тігуді шторларға да, қалың шторларға да істесе болады. Мынаны 2-2 қылып істесеңіз болады. Кішкене жалпағырақ болады. Мынаны түктеп аласыз, үтіктейсіз. Әдемі болып жатады. Түзу болып. Түктейсіз. Мына жақтан да ровно әдемі тұрады.